Армысыздар, бүгін қазақ әдебиеті серіктестігінде қонақта жас акробат, қазақ елінің есімін әлемге танытып жүрген Бесалей циркінің өнер көрсетуші, спортсмен, жас спортсмен Ернұр Сыйлық бізде қонақта. Цирктегі өздерінің адамдары бар. Неше жарыстарға, мысалға сол фестивальдар болады, цирковые. Сонда адамдар келіп көреді, өнерлі адамдарды өздеріне шақырады. Сөйтіп маған хабарласқан. Жүр бізбен бірге жұмыс істе, бізге сценада деп. Ол кезде спортта жүрген кезде мен цирк дегенді ойлайтын едім да. Ол циркта не қызы бар деп. Жоқ, керек емес, жоқ, оларға отказ бердім 2011 жылы. Қазір бізде контракт бойынша 2020 жылдың аяғына дейін. Енді ол бізде 3 тур болды. Ең бірінші турымыз бізде Барселонада басталды, Барселона қаласында, Испания еліне. Екінші қазір 18 ақпанда біз неге кетеміз? Дохаға, Катарға. Сосын ол біткеннен кейін біз әрине Аргентинаға кетеміз уже. Жаңа Лионель Мессидің өзінің еліне. Енді өздеріңіз білесіздер, енді жаңа Цирк дю Солей деген ол әлемдегі номер 1 орында тұр ғой. Әрине оған неше жұлдыздар келеді. Неше әншілер келген, мысалға жаңа Шакира, жаңа Лионель Мессидің өзі, оның жолдастары бар бірге ойнайтын. Шын айтсам, футболдың мен фанат емеспін. Қасында дос балалар айтады, о, анау футболист келді, мынау келді, анау келді деп. Енді оларға да кішкене көрсетіп, кішкене не аласың ғой, бір мотивация аласың ғой оған. Болады ғой, енді туыс-туысқандармен жинап отырасың, енді әңгімелерін естисің, мысалға. Енді уже шын айтсам есімде жоқ, бірақ айту бойынша былай. Кішкене кезімде тыным таппай, мазасыз бала болды. Бір орында отырмай, шкафтың үстіне шығып, секіріп, бір нәрсені қиратып, сосын балабақшада бір қыз болатын, Ләззат деген қыз. Әлі есімде. Сол қыз барып қатысып жүрген, әке-шешесі алдын ала беріп қойған ғой. Енді менде де бір орында отырмаймын енді. Ол қыз кеп, енді ана балаларыңыз не істейсіздер, жүріңіздер тоже спортқа деп шақырып алған, сол 5 жасында, сол менде балабақшадан келгеннен кейін сөйтіп шақырып спортқа енді түстім. Мамалы әке-шешелер оларды уф деді. Үйді бәрін қирата бергенше, ол энергияның бәрін осы спортқа берсін деп, сөйтіп мен 5 жасынан бастадым акробатиканы. Қазір 3 тілді білем. Ол қазақ, орысша, сосын ағылшынша. Енді әрине қазір басқа тілдерді үйреніп жатырмын. Мысалы, ол қазір көбінесе испанский. Неге испанский? Неге десеңіз, өйткені қазір мен жұмыс істеп жүрген жерім, жаңа айта кеттім ғой, Лионель Месси деп. Оның біз бастағанымыз Испанияда бастадық. Ол жерде испан тілі керек болды. Сосын Аргентинада. Сосын енді ала бұйыртса, енді жоспарымыз бойынша енді мүмкін оны қайттан жаңағы контрактты созып, латиноамериканский жерлерге баруымыз мүмкінбіз. Әлде Европаға. Егер осы тілді біліп алсам, енді білмеймін, ойлаймын, енді бүкіл әлемде сөйлесе беруге болады деп. Қазір енді кем дегенде бір 10 жыл осылармен осы циркта жұмыс істегім келеді. Неге? Өйткені неше түрлі ұлттармен бірге жұмыс істейсің да. Маған қызық, мысалға, әр ұлтпен танысып, өздерін сұрап, олармен бірге осы атақты циркте жұмыс істеген. Сосын енді ала берсем, оны да бітіреміз. Өзімнің немді ашқым келеді, мысалға, спортзал дей ма? Сол спорт мектебі сияқтынан өзімнің ашқым келеді атына. Осындай бізде үзілістер болып тұрады. Анда-санда, мысалы, жаңа бір туры біткеннен кейін бір қалай екінші турға барамыз. Оның аралықтары енді әр кезде әрқалай болады. Енді кейбір уақыттарда мен Алматыға келем, демалысқа кезде. Өзім не өткіземін, мастер-класс дейді ғой. Мастер-класс, сосын мен балаларды үйретемін өзімде. Ол енді арнайы спорт школа емес, біздің батутный парктер бар, сол жерде жаттығу беремін, өзім жаттықтырам балаларды. Заниматься етем ғой, өзім жаттықтырам, былай шет жағынан кеп, көрқаған балалар кеп, тоже сұрайды, қалай үйретсек бола ма, үйренсек бола ма деп.
Енді артымыздан келе жатқан балаларға не деймін енді. Главное, үміттерін тастамасын. Үзбесін. Иә, үзбесін, иә. Мүмкіндікті пайдаланып, өзіңіз сәлем жолдағыңыз келген болса, туысқандарыңызға, жақындарыңызға қандай тілек айтасыз? Жалпы бөлісіп өтсеңіз. Иә, үлкен сәлем айтқым келеді. Біріншіден әке-шешеме, сосын көріп отырған мен туысқандарыма, оларды ешқашан мені ұмытпай, маған да жазып, тілектерін айтып отырады. Оларға да үлкен рахметін айтқым келеді. Енді айтып кеткенде жаңағы достарым, артынан ешқашан ұмытпайды енді хал жағдайын сұрап, оларға да бүкіл сәттілік тілеймін. Енді артқа көріп отырған сіздерге де, көрермендеріңізге де үлкен рахмет, тыңдаушыларыңызға да. Рахмет сіздерге, бәріңізге.